Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кереметтей нәп-нәзік, аузыңызда еритін печенье әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Каналыма міндетті түрде подписаться бөлімін басып. Ең алдымен ыдысымызға нутелла шоколадный паста саламыз. Нутелланы кез келген қолдансаңыздар болады. Ыдысымызға салып, үстіне бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап біріккенше араластыратын боламыз. Біріккен массамыздың үстіне алдын ала електен өткізген ұнымызды салып, лопатаның көмегімен, я болмаса қолымызбен жақсылап жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымыз өте нәзік болады. Егер қолдарыңызда жабысатын болса, қолдарыңызды майлап, домалақтап бөліп шығатын боламыз. Формамызға пергамент қағазын төсеп алдын ала дайындап қоямыз. Қамырымызды осылай бөлшектеп, домалақтап шығамыз. Таразының көмегімен 35 граммнан бөліп шығатын боламыз. Міне қамырымызды домалақ етіп, бөлшектеп алдық. Енді видеодағы көрсеткендей саусақтың көмегімен, я болмаса басқа бір затпен де үстіп тесіп шықсаңыздар болады. Міне біздің печеньеларымыз дайын болды. Енді духовкамызды алдын ала 180 градусқа қыздырып, 10 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің печеньеміз дайын болды. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Енді алдын ала шоколадты ертіп, болмаса нутелла қосаңыздар болады арасына. Мен Қазақстан шоколадын ертіп, арасына құйып шықтым. Енді шоколадымыздың үстіне миндаль жаңғағын осылай салып шығатын боламыз. Кез келген дәнекте салсаңыздар болады, бірақ миндальмен өте дәмді болады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басуларыңызды сұраймын. Осы видеоға қатысты өз пікірлеріңіз болса, комментарий қалдыруларыңызды. Алдыңғы уақытта осындай керемет түрлі рецепттерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд ас болсын.